Сәлем, қайырлы күн оқырман. Бүгін сіздермен дәл осындай керемет әрі кішкентай нәзік болып шығатын сүтті қыз атты бенто тортының рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны жоғалтпау үшін каналыма подписаться жасап, қоңырша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Алдымен ыдысымызға дәл осылай сгущенный молокомызды құйып дайындап аламыз. Оның үстінен 2 дана жұмыртқамызды салып, жақсылап екеуін араластырып, бір масса болғанша миксерлеп алатын боламыз. Достар, керекті ингредиенттердің барлығын осы видеоның төменгі жағында описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Міндетті түрде сол жерден қарап жасап көріп, және табыс көзіне айналдырсаңыздар да болады. Құрамы өте арзан әрі көп затты талап етпейді. Дәл осылай ұнымыздың үстінен разрыхителімізді салып, ұнымызды аз-аздан сала отырып миксерлеп алатын боламыз. Бір келкі масса болғанша миксерлейтін боламыз. Дәмі өте ерекше болып шығады. Сүтті қыз, яғни молочный девочка тортын жеп көрген жандар болса, дәмі тура сол торт болып шығады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Міне дәл осылай масса болғаннан кейін барлығын жақсылап миксерлеп, арасында ұнымыз түйіршік болып қалмау керек, дәл осылай миксерлеп алатын боламыз. Міне барлығын дайындап алғаннан соң осылай алдын ала пергамент қағаз төселген листімізге мен 4 бұрышты листке жасадым. Дәл осылайша барлығын жайып, массамызды небәрі 200 градуста 5-10 минут шамасында пісіріп алатын боламыз. Дәл осылай формаларыңыз болса сол формамен, не болмаса маған осылай кесенің көмегімен 4 корж дайындап алсаңыздар болады. Мен осылай кесенің көмегімен дайындап алдым. Менде форма болмағаннан соң осылай кесемен дайындап 4 корж шығардым. Менде бұл жердегі бар болғаны 18 диаметрлік. Дәл осылай енді арасына жаққанға мен қарапайым ғана кремді қолдандым. Осылай магазиндегі 20% қаймақтың үстіне сахарный пудрамызды араластырып, дәл осындай кереметтей крем дайындап алдым. Сіздер де дәл осылай жасап көрсеңіздер болады. Дәмі күшті болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де жасап көрген жандар болса, осы видеоның төменгі жағында комментарий бөліміне өздеріңіздің жасап көрген заттарыңыз қалай шықты, барлық отзывтарыңызбен бөліссеңіздер болады. Мен міндетті түрде комментарий оқимын. Дәл осындай кішкентай ғана қалыпқа осылай кремнің кішкентай бөлігін салып, осылай коржымды қойып, оның үстінен кішкентай ғана 1 чайный ложкадай сүтімді қойып, дәл осылай коржыма сіңдіріп алатын боламын. Барлығын осылай дайындаймыз. Себебі бұлай жасағанымыздың себебі біздің кремдеріміз коржымызға жақсы сіңу үшін дәл осылай сүт жағып алатын боламыз. Енді үстінен қаймақты кремімізді жағып, корждарымыздың бәрін бірінен соң бірін осылайша теріп алатын боламыз. Бірінен соң бірін қойып, дәл осылай теріп алатын боламыз. Сосын ең бетіне дәл осылай жағып, кремімізді жаққаннан кейін осылай тегістеп алатын боласыздар. Барлығын тегістеп алғаннан соң осылай мен бетіне кокосовый кружкамызды осылай бетіне сүйіп, әсемдеу үшін бетіне M&M шоколадтарын қолдандым. Өз қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Міне менің бенто тортым дайын. Рецепт ұнаған болса, міндетті түрде жоғалтпау үшін каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар, және қоңырша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта менің YouTube каналыма салған видеоларымды сіздер бірінші болып көретін боласыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Алмагүл.